Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге аса қызықты әрі қорқынышты тақырыпты ашамыз. Біз бәріміз жақсы көретін сәлем көрші ойынның артында жасырынған шынайы құпиялар мен қорқынышты оқиғаларға үңілмекпіз. Бала кезімізде ойнаған бұл ойынның ешқашан бізге көрсетілмеген беті бар. Көңіл күйге байланысты ойынды ойнаған сайын біз бір сәтке ғана қорқынышты сәттерді байқаймыз. Бірақ бүгін бәрін анықтайтын боламыз. Бұл шындықтарды білгіңіз келе ме? Егер дайын болсаңыз, ендеше біз бастаймыз. Достар, видео бастамастан бұрын қолдау ретінде міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны шертіп, YouTube арнаны тезірек 30 000 тіркелушіге жеткізіп тастайық. Және де менің қосымша Telegram парақшам бар. Ол жерге де мен осы мультфильмдердің қорқынышты ащы шындықтарын және де басқа да заттарды да салып отырамын. Сол жерге де тіркеліп қойсаңыздар. Telegram парақшамның ссылкасын описаниеге және комментарий бөліміне қалдырып кетемін. Тезірек ол жақта 100 подписчикке жеткізіп тастайық. Ал көп созбай видеомызды бастаймыз. Сәлем көрші ойынның сюжеті бұл бірінші тұлғадан көрініс беретін қорқынышты ойын. Оның басты кейіпкері бір көршіге күдікпен қараған бала. Ойыншы көршісінің үйіне кіруге тырысады, себебі ол жерде не болып жатқанын анықтағысы келеді. Ойын барысында бала көршісінің үйінде көптеген жұмбақ, қорқынышты құпиялар мен қауіпті жағдайлар табады. Ал көрші болса өте құпияшыл адам болып келеді. Және ойыншы оның зұлымдықтарын аша отырып, ғимараттың ішінде жасырынған түрлі қауіптермен кездеседі. Ал бұл ойынды кім шығарған? Ойынды Dynamic Pixels атты ресейлік студия жасап, оны Tiny Build баспасы шығарған. Ойын алғаш рет 2017 жылы шыққан және жанкүйерлер арасында үлкен қызығушылық туғызды. Ал қорқынышты деректер мен ащы шындыққа кезек берейік. Ойында көрші тек қарапайым адам емес, ол шындығында өте құпиялы және түрлі зұлымдықтарға қатысы бар. Кейбір ойыншылар ойынның соңын түсіну барысында оның ешкім күткендей емес психологиялық тұрғыдан ауыстырылғанын анықтаған. Бұл оны әрі қорқынышты, әрі таңғажайып етеді. Жасырын символдар мен қауіптер. Ойында өте көп жасырын кодтар, символдар мен белгілер бар. Олар ойынның соңына жақындағанда ғана ашылады. Ойыншы бастан аяқ көршіге не болғанын түсінгенше бірқатар қорқынышты бейнелер мен оқиғалар ашылады. Көршінің мінез-құлқы. Ойын барысында көрші өте зиянды әрі агрессивті мінез көрсетеді. Ол ойыншыға көз салып, қуып жетуге тырысады. Осыдан қорқып ойыншылар көбіне ойынды тастап кетеді. Бірақ бұл мінездің артында үлкен құпия жатыр. Ал көршінің үйінде қорқынышты жағдайлардың көп болуы ойыншының үйге кіру үшін әртүрлі әдістерді іздеуі өте қиын тапсырмаларды тудырады. Кейбір қауесеттерге сәйкес, бұл ойынның арғы жағында адам психологиясына байланысты терең мәселелер жатыр. Сәлем көрші ойыны тек балаларға ғана емес, ересектерге де арналған. Оның артында терең психологиялық мағына жатыр. Ойынның басты идеясы адамдардың жасырын құпияларын ашуға деген адамгершілікке жатпайтын ниет. Көрші қауіпті және әлсіз адамдарды зерттейтін, оларды бақылап жүрген шынайы сипаттағы кейіпкер. Осылайша ойын көпшіліктің назарын тек қорқынышты атмосферасымен ғана емес, сонымен қатар адам психологиясымен байланыстыратын философиялық көзқарасымен аударады. Қорқынышты эпизодтар мен моменттерге келетін болсақ, ойындағы ең қорқынышты сәттер көрші қашып жүргенде немесе қуып жүргенде кез келген уақытта пайда болуы мүмкін. Бұл ойыншыларды қатты үрейлендіреді. Сонымен қатар, ойыншы тұрып қалғанда немесе оны көрші ұстап алған жағдайда күтпеген қорқынышты визуалдар мен дыбыстар пайда болады. Ал достар, енді мен сіздерге сәлем көрші ойынның ешкім білмейтін 5 қорқынышты деректерді айта кетейін. Біріншіден, сюжеттің қараңғы бастауы. Ойынның сюжеті қарапайым көрінгенімен негізінде өте қараңғы. Басты кейіпкер көршісінің үйінде біртүрлі дыбыстарды естіп, оны зерттеп бастайды. Бірақ шын мәнінде көрші үйінде өте қорқынышты оқиғалар орын алған және оның себептері біртіндеп ашылады. Екіншіден, түс пен психологияның әсері. Ойында түс пен музыка арқылы ойыншының психологиясына әсер ету әдістері қолданылады. Қараңғы және түссіз бөлмелер, үрейлі фондық дыбыстар және кейіпкердің түсі, осының бәрі ойыншыға үрей тудырады. Үшіншіден, сәлем көрші қараңғы эксперименттің бір бөлігі. Кейбір фанаттық теорияларға сәйкес, көрші ғылыми эксперименттің бір бөлігі болуы мүмкін. Ол басқа адамдарды бақылау, зомби немесе манипуляция әдістерін сынап көру үшін қолданылған адам болуы мүмкін. Төртіншіден, көрші өткеннің құпияларын жасырып жүрген адам. Ойын барысында көршінің
өткен өмірі туралы құпия мәліметтер ашылады. Ол бұрын отбасы мүшелерімен бірге тұрған, бірақ белгісіз жағдайлардан кейін бәрі біртіндеп жойылып, оның үйі қауіпті аумаққа айналған. Осы өткен өмірі туралы мәліметтер ойыншыларды таңғалдырып, кейіпкердің кім екендігін ойландырады. Ал енді 5-ші және соңғы дерек. Сәлем көрші үйінің астыңғы құпиясы. Ойыншылардың айтуынша, үйдің астында басқа әлемге шығатын жасырын өткел бар. Бұл өткел арқылы кейіпкердің өткен өмірін көріп, оған әсер еткен оқиғалармен танысады. Бұл ойында үйдің күрделі әрі қараңғы құпиялар жатқанының белгісі осыдан-ақ білуге болады. Міне достар, бүгін біз Сәлем көрші ойынның құпияларын аштық. Көршінің қандай қорқынышты құпиялары бар екенін білдік. Бірақ бұл ойын бізге тек қорқыныш қана емес, сонымен қатар адамның психологиясына қатысты көп сұрақтар туғызады. Енді сізде де осы ойынның артында не жатқанын түсіну мүмкіндігі бар. Қорқынышты әрі қызықты болса да, Сәлем көрші ойыны бізге адам табиғаты туралы жаңа бір қырынан көрсетуі мүмкін. Егер де видео ұнаса, онда міндетті түрде арнаға тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Арнаны тезірек 30 000 тіркелушіге жеткізіп тастайық. Әрі қарайғы қызықты видеоларымызды жіберіп алмау үшін арнаға жазылыңыз. Келесі кездескенше.